Достар, міне бүгін бізде съемка бітті. Киноның аты бізде ойын деп аталады. Приключение, мелодрама және фантастика. Міне біздің бүгін балдар соңғы бүгінгі күніміз, және мен сол впечатлениясын, эмоцияларын интервью алғым келіп отыр. Жалпы Марсель, сізден бастайық. Бұл бізде Марсель, кинода аты, шын аты Жанарыс кеттік, өзің ойыңды айт. 5 секунд, 10 секунд тез кетеміз. Мен Ерсұлтан ағайға, Азамат ағайға, Әділет ағайға, барлық актерларға, актрисаларға үйреніп қалып едім. Бүгін бәріне қимай тұрмын. Өте қимастық сезім болып тұр. Все, рахмет. Кинода Зарина деген қыздың рөлінде боламын. Атым Нұрым. Өзімнің ойым, мен барлығына үйреніп қалып едім, бәрін сағынатын боламын, және де осы Мейрам киностудиясында дальше оқи беремін. Молодец. Менің осыға өткізген күндерімдегі әр сәт, әр секунд, әр минут мен үшін жүрегіме жақын ерекше сәттердің бірі болды. Маған камера келе жатады сол кезде. Менде уже қимастық сезімі жоғарылай береді, көтеріле береді. Сондықтан мен сіздерді жақсы көремін. Молодец, рөлдерінде айтып жүрмін. Мен өзім атым Аяулым, және де кинода Аяулым көмекші болдым. Және де мен осы актер, актрисалардың бәріне бауыр басып қалдым кинода. Әсіресе Әділет ағай мен Ерсұлтан ағайға. Рахмет, Азамат ағай ұмытып кеттік па? Так, Азамат ағай. Азамат ағай, айтыңыз немного интервью. Өте керемет съемка. Маған бар болып тұрмады. Енді арасында қатты айтып қойған кездеріміз болады. Енді кез келген ол сендердің өздеріңе үйреніп тәжірибе болсын деп айтып едім. Шынын айтсам, ешқайсысын қимай атырмын. Мен де. Тағы бір күнге қалыпша, бір жалпылама бір ұйымдастырып жүрген кішігірім ойын. Айтпаңыз, мен де сол. Өте керемет. Так. Ал, мынау съемкаға мен бір сәттілік тілеймін. Осы түсіріп жатқан киномыз, ойын киномыз трендтен, как всегда, түспесін. О, вот это самое главное. Сәт кадрларымыз одан бетер жалғасып, жақсы киноға ұласа берсін. Молодец. Менің атым Нұрбек, мен кинода Дастан деген баланы ойнаймын. Мен осы біз кинода түсіп, бәріміз осылармен бәріміз араласып істеп жүргенбіз. Енді қазір қуанып отырмын, біз бәріміз бір киноға түскеніміз үшін. Соған өте қуанышты болдым. Молодец. Көне шаһар тарасқасында осында ойын деген кино түсірілді десек те болады. Режиссеріміз Ерсұлтан ағайға, және де Азамат ағайға, Әділет ағайға барлықтарына рахметімді айтамын. Және де барлығымыз осы Мейрам киностудиясын бастапқысымен басымызды қосқан Уәлихан ағайға рахметімді айтамын. Жалпы қуаныштымыз. Молодец, рахмет. Менің атым Орынбасар Амина. Мен бұл кинода зұлым адамның рөлін ойнайтын боламын. Негізінде мен бұл команданың бәрін үйреніп қалдым. Ерсұлтан ағайға, Азамат ағайға, Әділет ағайға, Уәлихан ағайға бәріне, актер, актрисалардың бәрін үйреніп қалдым. Ешқайсысын қимаймын. Рахмет, біз де сені қимаймыз. Мен атым Мария. Кинода мен виртуалды персонаждың рөлін ойнаймын. Астана деген атты. Қазір, например, өзім қатты жаурап тұрмын. Мен съемка барысында телефонымды жоғалтып алдым. Оның бәрі тонкости съемки. Бірақ кейін, зато бұның барлығын бәріміз бірге тойлап отырамыз. Бұдан да үлкен жетістіктерге жеткен кезде осының бәрін күліп еске алатын боламыз. Молодец. Осы үшін мен қатты қуанамын, және осы ағайларымызға, және менің әріптестеріме мен өте қатты ризашылығымды. Мы вас тоже любим, спасибо. Мен есімім Құралай, мен кинода жауынгердің рөлін ойнадым. Және де мен барлықтарыңызға рахмет айтқым келеді, себебі сіздер біз үшін көмектесіп, бізге актерлық шеберлікті үйретіп жатырсыздар. Және де мен сіздердің кететіндіктеріңізді естігенде қатты жылағым кеткен, себебі сіздерге 2 күн ішінде бауыр басқанмын, және мен өздерімнің достарыма да бауыр басып қалдым. Рахмет үлкен. Ал достар, кино құтты болсын!